Сәлем достар, бүгінгі сабағымыз ерекше. Себебі біздің инстаграмдағы парақшамызға мульти-сілтеме қоятындай керемет сервис бар. Ол сервистің аты TapLink деп аталады. TapLink дегенді толығырақ түсіндіре кететін болсам, ол қазіргі таңда біздің инстаграм парақшамызға бір сілтеме қойып жеткіліксіз. Көптеген парақшаларды қарасаңыз, бәрінің шапкасында тек бір сілтеме тұрады, яғни WhatsApp-қа сілтеме. Ал көптеген атақты блогерлер, бизнес парақшалар осы мульти-сілтемені пайдаланады. Себебі оларда көптеген сервистер бар. Мысалы, кейбір SMM парақшаларды қарасаңыздар, осы TapLink-ті басқан кезде ең басында аватар, одан кейін өздері туралы қысқаша ақпарат, одан кейін WhatsApp-қа жазу, қоңырау шалу, курс туралы білу, біздің сайт, және тағы да басқа Telegram, Facebook, Одноклассники деген сияқты неше түрлі әлеуметтік желілерге арналған сілтемелер бәрі бір жерде тұрады. Бұл қолданушыға өте ыңғайлы. Енді осындай сілтемені біз қалай жасаймыз? Бүгінгі сабақ осы туралы болады. Мына сайтына кіріп қарасаңыз, міне мульти сілтемелер тұрады. Мысалы, онлайн запись, онлайн сілтеме, WhatsApp-қа жазу, курс туралы қысқаша білу деген сияқты кереметтей сілтемелерді қоса аламыз. Енді осы TapLink-ті пайдалану үшін біз Chrome'ды ашып көрсетейін. Chrome'нан кіреміз. Парақшаны жабасылайын. Chrome'ға кіріп taplink.ru деп жазамыз. Жазғаннан кейін бізге мынандай парақша ашылады. Парақшаны қарасаңыздар, міне мульти-ссылка, неше түрлі. Мессенджер, барлық сілтемені қосуға болады деген ақпарат жазылған. Енді осыны қалай пайдаланамыз? Бізге ең әуелі осыны іске асыру үшін бірінші бұған тіркелуіміз керек. Ол үшін мына жоғары жақта войти кнопкасын бассаңыз болады, немесе мына ортадағы сары кнопка попробовать сейчас деп басамыз. Ендеше попробовать сейчас деп басайық. Басқаннан кейін бізге Instagram арқылы кіру керек, немесе электронды почта арқылы кіру керек. Біз войти через Instagram деген таңдайық. Таңдағаннан кейін сізге Instagram парақшаңызды және пароль жазып кіру керек болады. Мен уже жазып кіріліп қойғандықтан осылай көрсетіліп тұрады. Яғни мен жақсылық кезет деген Instagramдық парақшаммен кірдім. Енді кіргеннен кейін сіздің аватарыңыз тұрады мына сияқты. Енді осы аватардан бастап түсіндіре кетейін. Аватарды біз бір рет басып өзгертсек болады. Мына жерде скрыть имя профиля под аватаром, сосын размерлер тұрады мына жерде. 95-65. Жарайды, біз средний 65 деп қояйық. Сохранить деп басамыз. Бұны былай қоя тұрайық. Енді жаңа бір бөлім қосу үшін добавить новый блок деген басамыз. Бассақ, бізге мынандай мәзір ұсынылады. Біз қазір тегін нұсқасын пайдаланып отырғандықтан бізге тек 5 бөлім ашылады. Вопросы, ответы, разделитель, аватар, ссылка и текстовый блок деген осы 5 бөлім ашылады. Қалғандары ақылы. Енді біз осы тегін нұсқада көрсетейік. Негізі бізге осы тегін нұсқада жетеді. Енді біз бірінші сілтемені қосайық. Олсын ссылка деп басамыз. Басқаннан кейін бізге мынандай мәзір шығады. Ссылка, настройки, модули деген. Бұл жерден түсін таңдауға да анау-мынау. Бірақ бұлар дизайнды өзгертуге болады, олар бірақ ақылы. Енді ссылка деген басайық. Заголовок, мысалы, бізге қоңырау шалыңыз. Бізге қоңырау шалыңыз. Шалыңыз деп жазайық та. Мына жерден таңдаймыз. Сайт па, немене? Позвонить, SMS, письмо. Біз позвонитті таңдаймыз. Және бізге міне Қазақстанның номері кодымен шығады. Өйткені біз Қазақстанда тұрғандықтан автоматты түрде Қазақстан номерін шығады. Енді басып өз нөмірімізді жазамыз. Мысалы, мен бір нөмер жазылайын. 778 871 73 45. Сосын сохранить дейміз. Міне. Бізге қоңырау шалыңыз деген шықты.
Енді осыны орнату үшін біз установить дейміз. Мына жерде сілтеме шығады. Осыны скопировать деп басып, WhatsApp, яғни көшіріп алғаннан кейін скопировать деп өзіміздің Instagramда парақшамызға қоямыз. Ол үшін Instagramға кірейік. Instagram. Қарасаңыздар, бұл парақшада ештеме жоқ, көп ақпарат жоқ, 1000 адам бар. Бізде 10.000 адам жоқ бұл парақшада. Енді осындай парақшаларға осы сілтемені пайдалану өте тиімді. Себебі бізде swipe up деген жоқ, яғни swipe up деген қою үшін, сілтеме қою үшін бізге 10.000 адам керек. Сондықтан бізге осы таблинк өте пайдалы. Енді жаңа сілтемені қосу үшін редактировать деп басамыз. Мынау веб-сайт деген жерге жаңа сілтемені қоямыз. Вставить. Сосын окей деп сақтаймыз. Сақтағаннан кейін қарасаңыздар, міне таблинк жақсылық кезектен пайда болды. Енді басып көрейік. Міне менің аватарым шықты. Бізге қоңырау шалыңыз деп тұр, я? Енді бассақ, бұл яғни наборға апару керек. Міне, яғни сырттан қоңырау шалған адам осылай бірден сіздің номеріңізге өте салады. Яғни оны жаттап жүру, сақтап алу шарт емес. Бүкіл ақпарат осылай жазылып тұрады. Сосын бірден қоңырау шалуға болады, өте ыңғайлы. Келесі мәселе, біз мысалы бір-ақ кнопка қойдық, иә? Сілтемені әкеп мына жерге қойып қойдық. Енді жаңа сайттан өзгертсек, мына жерде автоматты түрде жаңарады. Енді қайтадан сайтқа барайық. Мынаны жаба саламыз да, тағы да қосамыз. Ол үшін добавить новый блок дейік. Енді біз текстовый блок қосайық. Жазайық мына жерге Insta жазыңыз. Енді бұны бұлай ортаға қойсақ болады. Түсін өзгертсек те болады. Міне. Бірақ біз по умолчанию қара түсті қалдырайық. Сіздер өздеріңізге ұнаған түсті қалдырсаңыз да болады. Применить, сохранить. Енді осыны бұлай жылжытып аватардың астына қойсақ болады. Енді келесі қызық. Бұны мынау кішкене сызықпен бөліп тастайық арасын. Енді біз WhatsApp-қа жазыңыз деп жазып қойдық, бірақ WhatsApp-та орнатқанымыз жоқ. Ол үшін добавить новый блок дейміз. Әрине сілтеме береміз. WhatsApp-қа жазыңыз. Ағылшынша жазайық. Енді қазақша жазайық. Енді мына жерден открыть сайт дегенді қалдырамыз. Сосын WhatsApp-ның сілтемесін қоямыз. Слэш 8-сі жазамыз нөмерді. 8 778 871 73 45 дейік та сохранить дейік. Міне, WhatsApp-қа жазыңыз. Енді осы WhatsApp-қа түсем екен, қазір көрейік. Ол үшін Instagram-ға кіреміз. Және тап линкін басамыз. Міне, WhatsApp-қа жазыңыз деп тұр. Енді WhatsApp басып көрейік. Расымен түсем екен WhatsApp-қа. Я түсіп тұр. Написать деген өзі автоматик ашылады. Міне. Ассаламағалейкум деп жазайық. Міне, хабарлама барып тұр. Яғни тап линкті бір рет жасағаннан кейін мына жақта ештеме өзгертпейсіз. Бәрін осы сайттан өзгерте бересіз. Тағы да келесі элементті қосайық. Жазуды қостық, қоңырау шалуды қостық, WhatsApp-қа жазыңыз. Сілтемені қосып тұрмыз. Келесісі разделитель деген бар. Оның түрлері болады. Маленький отсып, средний отсып, мысалы, средний отсып дегенді алайық. Сохранить дейік. Екеуінің арасын ашып қойсақ болады мысалы. Бұлай жауып қойсақ болады. Мысалы, мынаны басайық. Міне, разделитель ма? Өшіргімізге үстіне бір басамыз. Удалить деп басамыз. Окей. Енді мынаны бұлай жылыстақ болады. Тағы да YouTube каналымызға қосайық. Добавить новый блок. Ссылка
YouTube каналымыз дейік. YouTube открыть сайт деп қалдырамыз. Енді YouTube'қа барып сілтемен жүктеп алайық. Жарайды, кез келген бір YouTube каналымыздағы сілтемені ала салайық. Мысалына видеонікі. Поделиться дейміз да. Копировать ссылку дейміз. Енді осы сілтемені апарып қояйық. Chrome мына жерге вставить дейміз. Сохранить. Енді Instagram'a өтейік. Таблинкті басайық. Көрдіңіз бе, автомат түрде таблинк ашылды. Енді YouTube каналды басайық. Міне жаңағы жүктеп алған сілтемемізге бірден түсіп тұр. Осы жерде открыть YouTube деп арғы өтсек те болады. Міне. Келесі этап. Мыналарды былай рет-ретіне ауыстырсақ болады. Жаңа мәтіндер қоссақ болады, өшірсек болады. Тағы да осы үшін добавить новый блок дейміз. Енді тағы сілтеме қосайық. Мына жерден отправить письмо электронной почту деген жазамыз. Мына жерден электронды поштаңызды жазсаңыз болады. Мысалы, жақсылық mail.ru. Сосын мысалы, сәлеметсіз деп қояйық. Сәлем дей салайық. Сосын мына жерден сохранить дейміз. Заголовок жазамыз. Почтаға хат жазу. Хат жазу. Енді сохранить дейміз. Міне автоматты түрде қосылды. Енді осылай таблинкті басамыз. Автоматты түрде түседі. Почта хат жазу деп басайық. Мына жерден таңдау беріледі сізге. Mail.ru-да жазасыз ба, Gmail-да ма, email-да ма. Мысалы, мен email-ды басайын. Міне, темасы бәрі дайын түсе қалды. Сосын жазасыз былай. Отправить. Бұл жерге сіз 4 түрлі сілтеме қоя аласыз. Міне, поштадан келді. Хатты көрсетейік. Міне, сәлем деп келіп тұр. Осы сияқты қоса бересіз. Бұл өте ыңғайлы қосымша. Үйреніп алсаңыздар болады. Парақшаңызға пайдалансаңыз кереметтей дүние. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.